Сәлем балалар, 3 сынып математика 142 сабақ. Ішкі жиын тақырыбы. Бүгін сен сандар жиынның ішкі жиынын құруды үйренетін боласың. Бірінші тапсырмаға назар аудар, суреткерге қара, оларда не бейнеленген? Оларды қандай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орындап көр. Мұндағы суреттерді киім-кешектер жиыны және де ауа райы жиыны деп екі жиынға бөлуге болады. Екінші тапсырмаға назар аудар, жиындарға қара, оларға атау бер. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта, олар қалай бейнеленгенін көрсетуге болады. А жиынында жұп сандар жиыны. Ол жиынның элементтері 2, 4, 8, 6. Ал В жиынында жалпы сандар жиыны. Мұндағы элементтер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандары. Балалар, екі жиынға да ортақ қасиет, екеуі де сан. Ережеге мұқият назар аударыңдар. Егер А жиынының әрбір элементі В жиынына тиісті болса, онда А жиыны В жиынының ішкі жиыны деп аталады. Яғни А тиісті В жиынына деп белгіленеді және А жиыны В жиынына тиісті деп оқылады. Жиындардың қатынасын Эйлер Вен диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсетуге болады. Бос жиын дегеніміз кез келген жиынның ішкі жиыны болып табылады. Үшінші А есебі. Жиындарға қара, олардың элементтерін ата. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсы ішкі жиын екі жиынның қатынасын ішкі жиын белгісін пайдаланып жаз. А жиынының элементтері қыран, бүркіт, құмай. Ал В жиынының элементтері қыран, бүркіт, торғай, құмай мен бұлбұл екен. Ал бұлардың барлығына ортақ қасиет құстар. А жиыны В жиынының ішкі жиыны болады. Өйткені А жиынындағы қыран, бүркіт, құмай В жиынында да кездеседі және олар барлығы құстар деп аталады. Сондықтан да А жиыны В жиынының ішкі жиыны болып есептелінеді. Үшінші А есебі. Берілген жиын элементтерінің өзің анықтаған қасиеттер бойынша екі ішкі жиын құр. Әрбір жиынның элементтерін жаз. Эйлер Вен диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсет. Олай болса, бұл жиынды А жиыны деп белгілеп алайық. Және осы жерден екі жиын құрастырамыз. Біріншісі 23, 33, 93, 30, 31, 35 элементтерінен тұрсын. Ал С жиыны 15, 75, 25, 35 элементтерінен тұрсын. Сонда А жиынына жалпы сандар жиыны, ал В жиынына құрамында 3 саны кездесетін сандар жиыны, ал С жиынында құрамында 5 саны кездесетін сандар жиыны деп екі топқа бөлеміз. Сонымен В жиыны А жиынына тиісті. Сонымен қатар С жиыны А жиынына тиісті. Төртінші тапсырма. Жиындарға қара, олардың элементтерін ата. Жиындарды қалай атауға болады? Жиындар элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсы ішкі жиын бола алады? Жиындардың қатынасын тиісті белгісін пайдалана отырып жаз. А жиынына Атлант, Үнді, Тынық. Яғни бұл мұхиттар жиыны. В жиынына Жайық, Іле, Ертіс, Шу. Бұл өзендер жиыны. Ал С жиынына теңіздер, көлдер, өзендер, мұхиттар және мұздықтар жиыны. Демек, С жиынында барлық су ресурстары жиыны екен. Сонымен А жиыны С жиынына тиісті, В жиыны С жиынына тиісті. Бесінші есеп. А жиынының элементтері 3, 15, 17, 23, 27, 30, 32 және В жиынының элементтері 15, 27, 32 жиындары берілген. Жиындардың қайсы ішкі жиын болады? Эйлер Вен диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. Демек, А жиыны ол 3,
17, 25, 23, 30 сандарын жазамыз. Ал В жиынына 15, 27, 32 сандарын жазамыз. В жиыны А жиынына ішкі жиын, яғни В жиынына А жиынына тиісті болады. 6-шы тапсырма. С жиынына 10, 12, 13, 20, 22, 26, 30, 32, 37, 40, 42 жатады. Берілген жиын элементтерінен өзің анықтаған қасиеттері бойынша бір ішкі жиын құр. Эйлер-Вен диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. Екі ішкі жиын құруға бола ма? Әрине, С жиынын жалпы екі таңбалы сандар жиыны деп алайық. Және екі жиын құрып көрейік. Яғни А жиыны тақ сандар жиыны, В жиынына жұп сандар жиынын құрамыз. А жиынына 13-37 сандары жатса, В жиынына 10, 12, 20, 22, 26, 30, 32, 40, 47 сандары жатады. Сонымен А жиыны С жиынына тиісті, В жиыны да С жиынына тиісті болады. 6-шы тапсырмасы өзің сандар жиынына мысал ойлап жаз. Оның ішкі жиынын құр. А жиынына 1, 2, 11, 23, 4, 89, 9, 33, 5, 99, 10 сандар жатсын. Ал В жиынына 1, 2, 4, 9, 5 сандар жатады. А жиыны сандар жиыны, В жиыны бір таңбалы сандар жиыны болады. Сонда А жиынына 11, 23, 89, 33, 99, 10, ал В жиынына 1, 2, 4, 9, 5 сандар жатады. Сонда В жиыны тиісті А жиынына. 7-ші тапсырма есепте. Суреттен не бейнеленген? Суреттегі бағдар бойымен есептерді орындап көрейік. 67 мен 5-дің көбейтіндісінен 160 пен 2-ның көбейтіндісін кеміткенде 15 қалады. 346-ға 48 пен 4-дің көбейтіндісін қосқанда 538, 540 пен 360-ның қосындысын 3-ке бөлгенде 300, 807-ден 243 пен 2-ның көбейтіндісін кеміткенде өнектің мәні 321-ге тең болады. Балалар, бұл суреттегі су айналымы бейнеленген. 8-ші есепті шығар. Балық аулайтын кемелер портқа дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері әр қайсында 34 тоннадан балық аулап әкелді. Ал сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері 96 тоннадан әкелді. Жексенбі күні демалды. Портқа бір аптада қанша тонна балық жеткізілгенін табайық. Ол үшін 34 тоннадан дүйсенбі, сәрсенбі, жұма 3 күнді көбейтеміз. Және 96 тоннаны сейсенбі, бейсенбі, сенбі 3 күнге көбейтеміз. Көбейтіп барып қосқанда өнектің мәні 390-ға тең болды. Демек портқа бір аптада 390 тонна балық жеткізілген. 8-ші есебі кесте бойынша есеп құрастырып оны шығар. Есептің шарты: үлкен жәшік 25 килограммнан белгісіз жәшік, жалпы массасы 100 килограмм. Кіші жәшік 15 килограммнан белгісіз жәшік, белгісіз масса. Шешуі: ең бірінші үлкен жәшіктің санын тауып аламыз. Ол үшін 100-ді 25-ке бөлеміз, 4 жәшік екен. Ал енді кішік жәшіктің жалпы массасын табу үшін 15 килограммды 4 жәшікке көбейтеміз, 60. Демек есептің жауабы 4 жәшіктен кіші жәшіктің жалпы массасы 60 килограммға тең болады. 9-шы тапсырма. Бір-бірінен тек қана түстері арқылы ажыратылатын 5 кішкентай текше бар. Олар 2 қызыл, 1 ақ және 2 жасыл текше. Оларды салатын 2 А және В жәшіктер бар. Сондай ақ Аға 2 текше, ал Бға 3 текше сияды. А және Б жәшіктен осы текшелерді әртүрлі неше тәсілмен орналастыруға болады? Олай болса, орналастырып көрейік. А жәшікке қызыл, жасыл, 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 қызыл, қызыл, жасыл, ақ, ақ, қызыл. Ал Б жәшікке 3 текшеден сиятын болса, 2 жасыл, 1 қызыл, 2 қызыл, 1 жасыл, 1 ақ, 2 қызыл, 1 ақ, 2 жасыл, 1 жасыл, 1 қызыл, 1 ақ
текшелерін сыйғызуға болады. Олай болса, А жәшікке де, Б жәшікке де 5 тәсілмен орналастыруға болады екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.